Баршаңызға сәлем, есімім Жанар болады, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге өзімнің алған кішігірім заттармен бөлісетін болам. Жақында ғана үйлі болғандықтан біз үйімізге әлі толықтай заттар алып бітпедік. Сол себептен осы айда алған кішігірім заттармен сіздермен бөлісетін болам. Ең бірінші алған затым осындай корзина алған болатынмын, яғни бұл плетеная корзина. Бұл корзинаны мен ванна бөлмесіне қойғым келіп тұр. Ішіне өзімнің шашыма арналған заттар, яғни плойка, фен, утюжок деген сияқты заттарды салып қойғым келіп тұр. Басында пластмассовый корзина алайын деп ойланып тұрдым да, сосын соңында осы корзинаны көргеннен кейін осы корзинаға көзім түсіп алған болатынмын. Ішін қазір ваннада толтыратын боламыз. Ішіне өзім керек жарақ заттарымды салып қоямын. Келесі товар бұл бізге осындай кепка алған болатынмын. Бұл кепканы мен Каспий магазинінен алған болатын. Бар болғаны бағасы 529 теңгеге ғана алынды. Каспий магазинінен осындай бағасы арзан, бірақ сапасы жақсы заттар тауып алуға болады. Сол себептен мен сіздерге ссылкасын қалдырып отырам. Егер қызық болса, егер ұнаған болса, сол товарды Каспий магазинінен заказ беріп алдырсаңыздар болады. Келесі алған зат ол туалет бөлмесіне арналған осындай шелек, және де ванна бөлмесіне және де туалет бөлмесіне арналған осындай екі тал коврик. Мына бірінші коврикті туалет бөлмесіне алған болатынмын. Зета магазиннен алынған. Асты осындай резинасы бар, сырғып кетпейді, қозғап кетпейді. Және де осындай шелек. Басында біз туалет бөлмесіне алған шелек аяқпен басып, крышкасы ашылатын шелек алған болатынбыз. Бірақ ондай шелек өте ыңғайсыз болғандықтан осындай жай ғана сеточный шелек алайық деп шештік. Ішіне мусорный пакетті салып алғанға ыңғайлы болады. Және де мына әдемі коврикті мен ванна бөлмесіне алған болатынмын. Қараңыздар, цветі қандай әдемі, өзіме ұнады. Ерекше, матасы өте жұқа, жууға да су болып қалса кептіре салғанға да, және де кір болып қалса стиральный машинаға жуа салғанға өте ыңғайлы екен. Сол себептен осындай жұқа түрінен алдым ковриктің. Және де екі жағында төсеуге болады екен. Мына көк жағын және де сары түсінен де екі жағын төсе беремін. Келесі алған затым бұл осындай кішігірім корзиналар, яғни мелочь заттар салғанға, яғни қыздарының резинкасын, тарақтарын салғанға, немесе өзімнің косметикалық заттарымды салғанға арналған осындай кішігірім корзиналар алған болатынмын. Мына көк корзинаның үшеуі шығады екен ішінен. Кішкентайы, ортаншы және де үлкені. Осылардың ішіне резинкалар саламыз, тарақ деген сияқты майда-шүйде заттар салғанға алған болатынмын. Және де осындай әдемі корзиналар алдым. Жасыл түсінен және де терракотовый түсінен. Бұл жерлерге де өзімнің майда-шүйде керек заттарымды саламын. Және де қыздарыма арналған заттарды саламыз деп осындай корзиналардан алған болатынмын. Келесі кезектегі зат бұл өзіме арналған киім алған болатын Fitness Imperial деген магазиннен. Бұл жерде кофточка, яғни қазіргі тілде айтқанда long sleeve. Осындай ақ түсінен алдым. Материалы өте жұқа, жаз кезіне қазіргі кигенге өте ыңғайлы және де ыстық тартпайтын материал. Арты осындай ашық, материалы прозрачный. Қазір көріп тұрғандарыңыздай үстімде менің осының қара түсі тұр. Қара түс кофтасы ұнағандықтан ақ түсінен де заказ беріп алған болатынмын. Келесі кезектегі товар бұл осындай косынка, яғни басқа тағатын ақ орамал. Қазір осындай косынкалар трендте болып жатыр екен. Бұл косынканы мен Каспий магазиннен алған болатынмын. Бағасы бар болғаны 1500 теңгеден болған. Уже киіп үлгердім осы ақ long sleeve-пен. Басыма ақ орамал тағып, пачкемен өте әдемі жарасты. Егер сіздерге де осы косынка керек болып жүрсе, Каспий дүкенінен заказ беріп алдырсаңыздар болады. Және де Каспий магазинінен осындай екі тал косметичка алған болатынмын. Косметиканы өте жақсы көргендіктен осындай косметичкаларды көп алады екен. Менде осы косметичканың оранжевый түсі болған. Ұзақ уақыт ұстадым, бірақ замок сынып қалғандықтан қайтадан жаңасын алуға тура келді. Бұл косметичкаларында бағасы өте қатты қымбат емес, бір 2000 теңгенің шамасында. Осындай екі түсінен алдым, біреуі осындай бежевый және де сары түсінен алдым. Бежевый косметичкаға мен бұл күнделікті сумка ретінде ұстаймын деп алдым, ал мына сары косметичкаға ішіне косметика саламын. Сапасы өте жақсы, бұрын ұстап көргендіктен ойланбастан екеуін бірағынан алып алдым. Өте ыңғайлы және де сапасы өте жақсы косметичкалар.
Және де келесі сатып алған затым бұл очки. Бұл очкиді да мен Каспий магазинінен сатып алған болатынмын. Бағасы 2000 теңге шамасында. Бұл очки осындай прозрачный болып жүреді помещениеда, үйдің ішінде жүрген кезде. Ал далаға күнге шыққан кезде оправалары қараяды екен. Яғни солнцезащитный очки сыртта қара, іште осындай ақ болып тұрады екен. Мен уже далаға тағып көрдім. Өте жақсы, сапасы барлығы. Және де соңғы затты көрсетейін. Бұл осындай искусственный гүл. Бөлмеге ерекше әдемілік беріп тұрады. Сол себептен осындай искусственный гүл алып қойдым. Ұзағынан әдемі болып тұрсын деп. Енді алған заттарымызды әдемілеп орналастырайық. Бұл кілемшені мен туалет бөлмесіне алған болатынмын. Және де қасына осындай шелек қойдым. Бұл корзинаны да мен Каспий магазинінен алған болатынмын. Өте әдемі, біздің ваннаның интерьеріне келеді екен. Және де кілемшемізді төсеп қойдық ваннаға. Өте әдемі, размері де барлығы өте жарасып кетті. Осы корзинаның ішіне мен шаш күтіміне арналған заттарымды, яғни фен, утюжок және де плойкаларымды жинап қояйын деп шештім. Өйткені егерде мына шкафчиктің ішінде тұратын болса, иногда астынан су ағып кетеді. Сол себептен жаңағы электр товарлар, бұлар су болып кетпесін деп, сынып қалмасын деп, оны бөлек сақтайын деп, осылай корзинаның ішіне салып қойып жатырмын. Ал бұл корзинаның ішіне өзімнің күнделікті қолданатын заттарым, яғни шаш күтімі, бет күтімі, пенкаларым, скрабтарымды салып қойып жатырмын. Күнделікті қолданғанға ыңғайлы болсын деп. Енді косметиканы толтыру ғана қалды, бірақ мен сіздерге бұл жерде толық видеода көрсетпеймін. Өйткені келесі видеода сіздерге косметикаларымды көрсеткім келіп тұр, яғни қандай косметика мен қолданам, қандай уход жасаймын деген сияқты. Сол үшін мына жерде косметиканың жартысын тастау керек, және де әлі де жаңарту керек. Келесі видеода сіздерге толықтай косметика жөнінде видео түсіретін боламын. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып кеттіңіздер. Өйткені әлі де біздің үйге алатын заттар көп. Сол заттардың барлығын сіздермен бөлісетін болам, қандай зат алдым, не жаңарттық деген сияқты. Сол себептен егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кеттіңіздер. Бұл маған үлкен мотивация болады видео түсіргенге. Сол үшін баршаңызға рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге сау болыңыздар.